Assalamualaikum dostlar, қалайсыздар, аман есенсіздер ме достар? Енді бүгін біз чемпиондар лигаларына тоқталатын боламыз. Көбінесе енді Реал Мадрид және Манчестер Сити арасындағы ойынға тоқталатын боламыз. Ал сіздер болса, біздің арнамызға тіркеліп, әрине лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз видеомызды бастайық. Барселонаның тоғыздығы Роберт Левандовски туралы сөйлесе кетсек, білеміз қазіргі уақытта Роберт Левандовскінің жасы 37 жаста және бұл маусымда енді біраз голдар салып тастаған. Қазіргі уақытта енді бомбардирлердің тізімінде бірінші орында тұр Ла Лигада. Енді осы Роберт Левандовски көтен болса, енді командадан кететін ақпараттар шығып жатыр. Енді бұл бір жылдан бері шығып жатқан ақпарат. Енді оған себеп қазіргі уақытта енді Роберт Левандовскінің жасы екіншіден, ал бұл осы Роберт Левандовски прессинг жасай алмайды. Ал үшіншіден болса, реализация нашар. Реализация дегеніміз әрине дұрыс келген пасты қақпаға дәлдеп тебе алмай жатыр. Соның арқасында енді Барселона клубы біраз голдардан құрық қалып жатыр. Енді осы Барселона клубы Роберт Левандовскидің орнына Александр Исак Ньюкаслдың тоғыздығын алғысы келеді. Ал енді бұл ойыншыда 160 миллион евро тұрады. Енді Барселонада ондай ақша жоқтың қасы. Енді Барселонаға ондай ойыншы керек, бірақ енді ақшасы жоқ. Енді оның орнына басқа да варианттар тауып жатыр. Енді Джонатан Дэвис деген ойыншы бар. Енді бұл Лилдің ойыншысы. Енді ол өте керемет перспективасы бар ойыншы деп ойлаймын. Болашағы да бар, өте керемет деңгейде. Және 30-40 миллион евроға сатып алуға болады. Және келесі маусымда осы Джонатан Дэвистің келісім шарты Лилмен өз мәресіне жетеді. Енді Барселона клубы 20 миллион евроға сатып алуға мүмкіндігі бар және осы Барселона клубы қызығуда екен. Ал біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік. Ал сіздер болса лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді Манчестер Сити және Реал Мадрид арасындағы ойынға тоқталатын болсақ. Чемпиондар лигасының нағыз керемет матчына куә болдық. Манчестер Сити өз алаңында Реал Мадридті қабылдап, өте қызық ойын өткізді. Есеп 2-3. Бұл матч көптеген жанкүйерлер үшін күтпеген нәтиже болуы мүмкін, бірақ Реалдың қайсарлығы мен тәжірибесін тағы да өз мәресін көрсете алды. Матчтың 19-шы минутта Эрлинг Холланд есепті ашты. Енді бұған Гвардиоланың пасы өте керемет болды және осы Гвардиоланың арқасында есеп 1-0 болды. Бұл голдан кейін Сити шабуылдауды жалғастырды, бірақ Реалдың қорғанысы сенімді ойнады. Ал Мадридтік өз мүмкіндіктерін күтіп, қарымта шабуылдарға сенім артты. Екінші таймда Реалдың керемет камбэк үзілістен кейін Реал мүлдем басқа қарқынмен шықты. Карло Анчелотти ойыншылардың алға ұмтылуына шақырғаны анық көрінеді. 60-шы минутта Килиан Мбаппе есепті теңестірді. Есеп 1-1. Француз шабуылшы өзіне берілген мүмкіндікті тамаша пайдаланып Реалды ойында қалдырды. Бірақ 80-ші минутта Сити тез арада жауап қайтарды. Эрлинг Холланд пенальти барлығы Сити енді жеңіске жетеді деп ойлайды. Алайда енді Реал ешқашан берілмейді. 86-ші минутта Брайм Диас күтпеген жерде есепті теңестірді. Есеп әрине 2-2. Енді ойынның статистикасына тоқталатын болсақ, Сити допты 55% ұстады, ал Реал Мадрид болса 45. Сити 11 соққы жасады, оның 4-еуі дәл. Ал Реал Мадрид болса 20 соққы бағытта, оның 8-і қақпаға дәл тиген. Бұл көрсеткіштерден байқағанымызда Реал шабуыл жағынан әлде қайда белсенді болды. Бұл жеңіс нені білдіреді? Реалдың мықты менталитеті. Бұл команда ойын соңына дейін күресіп, керемет нәтиже көрсетті. Анчелотти тактикасы сәтті жұмыс істеді. Ойын барысында жасалған өзгерістер Реалға жеңіс әкелді. Ситидің қателіктері. Гвардиола командасы соңғы минуттарда босаңсып, қорғаныста қателіктер жіберді. Қорытындылай келе айтатын болсақ, бұл матч чемпиондар лигасының нағыз классикасы. Реал тезекті рет керемет жеңіске жетті, ал Сити өз алаңында сәтсіздікке ұшырады. Бұл ойын сізде қалай өтті? Қалай әсер алдыңыз? Өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер осындай талдаулар ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал достар, біз Пари Сен-Жермен және Брест арасындағы ойынға тоқталайық. Брест және Пари Сен-Жермен арасындағы матчты талдайық. Қорытынды есеп 0-3, бірақ сан тек нәтиже ғана. Ойынның ішкі динамикасы қандай болды? Брест неге сәтсіздікке ұшырады? Ал PSG осындай сенімді жеңіске жетті. Ал енді сол туралы сөйлесе кетейік. Алдымен негізгі статистикаға қарасақ, екі команда 16 рет соққы жасады, бірақ Бресттің тек 2 соққысы ғана қақпаға дәл келді, ал PSG-ның 7 соққысы дәл болды. PSG допқа 62% иелік етті, ал Брест болса 62%. Бұл ойынның барысын анықтады. PSG 589 пас, ал Брестте болса 345 пас. Демек, PSG ойында қарқынды бақылауда ұстады.
Brest'in endi qateliklerine to'xtalатын bolsak, tiyimsiz şabullar, ortalıqdagi әлсіздік және taktikалық qatelikler. Tiyimsiz şabullarga to'xtalатын bolsak, olar ko'p soqqı жасады, biroq ekеуі ғана qaqpaga бағытталды. Бұл дегенimiz дұрыс шешім қабылдамаудағы қиындық. Орталықтағы әлсіздікке тоқталатын болсақ, Брест PSG-ға 62% допты бақылауға мүмкіндік беріп қойды. Бұл олардың прессингке әлсіз екенін көрсетті. Тактикалық қателіктерге тоқталатын болсақ, Бресттің қорғаныстың тактикасы терең ойнауға негізделген еді, бірақ олар жылдам қарсы шабуылдарды ұйымдастыра алмады, және қорғаныста да біраз қателіктері болғаны анық. PSG-ның мықты жақтарына тоқталатын болсақ, ал PSG неге жеңіске жетті? Жеке шеберлік, жоғары прессинг және тактикалық икемділік. Жоғарғы шеберлікке тоқталатын болсақ, Усман Дембеле дубль жасады. Бұл оның шешуші сәттердегі жақсы пайдаланылғанын көрсетті. Жоғарғы прессингке тоқталатын болсақ, PSG Брестті өз аймағында қысып, оларды пастарын үзіп отырды. Тактикалық икемділікке тоқталатын болсақ, PSG 3 гол соққанымен олар ойын бойы қарқындарын түсірмеді. Керемет деңгей көрсетті. Усман Дембелеге тоқталатын болсақ, Усман Дембеле өте керемет деңгей көрсетіп жатыр. Осы 2025 жылы қазіргі уақытта енді команданың бапкері Луис Энрике осы Усман Дембелеге қатты сенім артуда 8 ойынға қатысқан, 14 гол салған және 5 нәтижелі пас берген. Өте керемет нәтиже Усман Дембеле. Енді осы Еуропада 2025 жылы 14 гол салған ойыншы жоқ. Sporting және Боруссия арасындағы матчты талдайық, есеп 0-3, бірақ бұл ойын барысында екі команданың да өз мүмкіндіктері болды. Sporting қай жерде қателесті, Боруссия қалайша басымдылық көрсетті. Енді бұл талдауға жол ашсақ. Алдымен негізгі статистикаға тоқталайық. Sporting 13 рет соққы жасады, оның 6-ы қақпаға дәл тиді. Боруссия 16 рет соққы жасап, оның 7-і қақпаға дәл бағытталды. Топқа иелік ету бойынша Sporting 45%, ал Боруссия Дортмунд болса 55%. Пастар саны Sporting'де 436, Боруссияда 516. Пас дәлдігі екі командаға да 88% болды. Олардың техникалық тұрғыдан жақсы дайындалғанын көрсетеді. Бірақ ең бастысы көрсеткіш голдар. Боруссия мүмкіндіктерін тиімді пайдаланып 3 гол соқты. Sporting'тің енді проблемаларына тоқталатын болсақ, енді ол проблемаларды мен өзім 3-ке бөлдім. Ойын қарқын дұрыстай алмауы бірінші, екінші әрине қорғаныстағы әлсіздік, және үшінші тәртіпсіз ойын. Бірінші ойын қарқын ұстап тұра алмады деген тоқталатын болсам, 45% допқа иелік ету үлкен мәселе емес, бірақ олардың шабуылында тиімділік болмады және шабуыл барысында Боруссия Дортмунд ойыншыларына Sporting допты көбінесе беріп қойды. Енді қорғаныстағы әлсіздікке тоқталатын болсақ, енді 60, 68 және 82 минуттарда Боруссия шабуылы Sporting'тің қорғанысын бұзып өтті. Тәртіпсіз ойын. Енді үшіншіден 18 фол жасау бұл команда жеке бақылауын жоғалтқанын көрсетеді және сары қағаздарда болғаны көрініп тұр. Боруссияның енді мықты жақтарына тоқталатын болсақ, Боруссия жеңісінің негізгі себептері: ойынға бақылау жасады, біріншіден, екіншісі агрессивті прессинг, ал үшіншісі болса жеке шеберлік. Ойынға бақылау жасағанына тоқталатын болсақ, допты көбірек иелік етті және ойынды өз сценариймен жүргізді. Ал екіншісі агрессивті прессингке тоқталатын болсақ, 18 фол жасау бұл олардың Sporting'ке тыныш ойын ойнауға мүмкіндік бермегенін көрсетті. Ал енді жеке шеберлікке тоқталайық. Енді Герасси 60 минутта, Прос 68 минутта, ал Адеми 82 минутта шешуші сәттерді жақсы пайдалана алды. Бұл матчты көріп енді өзім қорытынды жасадым. Бұл матч Sporting'ке сабақ болуы керек. Олар шабуылдағы өткірліктен айылып қорғанысты күшейтуі қажет. Ал Боруссия тағы да өз деңгейін дәлелді. Егер сізге осындай талдаулар ұнайтын болса, әрине достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, енді видео басталғаннан және ортасынан айтып жатырмын, енді арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар деп. Енді бұл блогерлер деймін, ютуберлердің өзінің әңгімесі, енді өзімнің сөзіме тоқталатын болсам, әрине сіздерде ұнап жатса лайк басыңыздар, ұнамай жатса енді дизлайк басыңыздар. Енді бізде просмотр, көрілім саны маңызды емес, сіздерде тек қана по кайфы көрсеңіздер жеткілікті. Ал енді біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Кезекті талдауымыз әрине Ювентус және ПСВ арасындағы матч. Туриндік клуб өз алаңында нидерландтық мықты ұжымды қабылдап 2-1 есебімен жеңіске жетті. Бұл ойын енді көптеген тактикалық шешімдерге, драмалық сәттерге және керемет эмоцияларға толы болды. Бірінші тайм Ювентус сенімді ойыны. Матчтың алғашқы минуттарынан бастап Ювентус өз алаңында ойнайтынын сездірді. Команда қысым жасап, қарсыластардың қорғаныстағы бос теңістіктерін іздеді. 34 минутта Уэнстес Маттини гол соғып Ювентусты алға
çıkardı. Esep әрине 1-0. Amerikalı жартылай korgouçu ayıp alаңынан Karvalasты сәтті пайдаланып командаға маңызды басымдылық берді. PSV algaçkı tayında dopga köpürek elgetkenimen Juventus öz şabıldарын naqtırak göründe. Ekinci tayın PSV esepte teňestirdi, birak Juventus soňuna diýen küresdi. Özülüşden keyin PSV karkanında bastady. Niderlandy klub kısımyn küçeytip şabıldарын arttyra düşdi. 56-njy minutda Ivan Perisic esepte teňestirdi. Esep 1-1. Horwatiyalyk oýunçy tamaşa şeberligini körsetip komandasyny oýunda kaldyrdy jene oýunda kızda düşdi. Al Juventus jankerlerini kuantadyn jagdaý ýaryny 82-nji minutda Selye Mubangluyo diýen keremet sokky men gol soga Juve'de jeňiz silady. Esep 2-1. Maçtyň statistikasyna ýa-da toktalatyn bolsak. Negizgi statistikalar ýa PSV dopdy 53%, al Juventus 47% ustady. PSV 15 sokky jasady, al onuň 7-i kakpaga der. Al Juventus bolsa 12 sokky jasap, onuň 8-i kakpaga tigen. Bul жерде Juventusyň sokkylarynyň däldigi jagyndan alde kaýda mykty bolganyny görýämis. Al ýende oýunda Korsunla kele Juventus öz alaňynda öte maňyzly jeňis ýeşetdi. Al PSV bolsa şabolda jaksa oýnagany hem mümkinliklerini tolyk paýdalana almady. Sizde bu maç kalaý äser etdi? Pikirleriňizdi äriне kommentariýa kaldyruwdy unutmaňyzlar. Al dostlar, ýende bugünkü videomuz öz märesine jetdi. Aman, sag bolňyzlar.